онлайн казино ойыншыларының санын 21-ден 25-ке арттыру мүмкін бе? Әлбетте жоқ, себебі онлайн казиноларда ойын ойнап отырған азаматтың жасын анықтау, меңгеру мүмкін емес. Бірақ бұған байланысты кейбір компаниялар онлайн компанияларға, онлайн казиноларда ойнап отырған адамның жасын жасанды интеллект арқылы, оның әрекеті арқылы анықтауға болады деген болжам жасауда. Бірақ әлбетте бұл болашақтың еншісінде. Егер сіз сайттың иесі болсаңыз, сіздің сайтыңызда балалар, ересектер сол онлайн казиноны қолданушылардың жасын дәл қазір анықтау мүмкін емес. Әлбетте оны болашақта анықтап жатқан жағдайда Қазақстан Республикасының онлайн бизнес туралы заңына өзгерістер мен толықтырулар енетіні сөзсіз. Біз жарнама туралы айтқан кезде тілге ең жиі тиек етілетін мәселе ол жасанды интеллект және киберспорт. Кибер дегеніміз онлайн кеңістікте бар кез келген ақпарат таратушы құралды біз киберді айтуымыз мүмкін. Мысалы, киберфеминизм, киберкриминалистика, тіптен Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігінің киберқауіпсіздікпен күрес деген бөлімі бар. Яғни ол онлайн кеңістікте орын алатын онлайн казино болсын, сіздің әлеуметтік желіңіз болсын, сіздің қандай да бір құқығыңыз бұзылған жағдайда сіз киберполицияға барып жүгіне аласыз. Бірақ киберполицияға барып, мен банкалық шотымдағы соңғы 20 мыңды 2 минутта жоғалтып алдым деген арызбен барсаңыз, реакция қандай болады деп ойлайсыз? Әлбетте ол полиция офицері сізге күле қарап, сіз өз әрекетіңізге өзіңіз жауап берер ересек азаматсыз. Жарнамаға сенгенде өзіңіз сол үшін біз сізден онлайн компаниядан, казинодан сіз ұтылған бәстіккен қаражатты мүмкін емес деп жауап береді. Сол үшін сіз жарнамаға көрген кезде, жарнамадағы кез келген өте ұтымды, тиімді болып табылады. 100 теңге салып, 100 мың ұтып ал, 5000 доллар салып, 10 күннен соң 50 мың ақш долларына теңелесің деген жарнаманы да ажырата білу үшін халықтың құқықтық, қаржылық сауаты болғаны жөн. Себебі кез келген эконометриканы, микроэкономиканы оқыған азаматтар түсінеді. Сіз 5000 долларды 2 аптада 50 мың долларға ажырату ықтималдығы өте төмен. Әлбетте сіз Нью-Йорктағы, Уолл-стриттағы брокер болмасаңыз, ал басқа жағдайларда мұндай қаражатты аз уақыт ішінде ұлғайту мүмкін емес. Яғни сіз не мені алдап тұр, не бұл жарнама ақиқатқа сай емес, немесе бұл жарнама кез келген ақпаратты дүрбімен көрсетеді. Яғни түйме дейді, түйеде ету көрсету арқылы сізді бұл ойынға, онлайн платформаға, казиноға тіркелуші ойыншы ретінде тіркеу арқылы уақыттың еншісіне сізді тапсырады. Яғни сол сайтқа сіз тіркелгеннен кейін сіз қаншалықты тұрақты ойыншы боласыз, ойын құмарға айналасыз, немесе 2 минуттық ата-анаңыздың бақылауынан кейін, немесе ұялы телефоныңыздағы сізді онлайн сайттарға кіруден құтқаратын, сақтайтын, шектейтін платформаларды қолдана отырып, қашан қалай ойыннан шығатыныңызды тек өзіңіз анықтайсыз.